Білесіздер, Наурыз мерекесі жалпы Біріккен ұлттар ұйымының көлемінде, ЮНЕСКО-ның көлемінде тойланып жүрген 3000 жылдық тарихы бар мейрам. Әлемнің бірнеше елдерінде осыны атап өтеді. Осы бізде аудандық мәслихат аппараты болып, ауданымызда бірінші рет Аяз атаның подаркасын алмай, 22 наурызға ауыстырып, осы өзіміз әріптестер болып осылай шешіп, бүгінгі таңда сол Аяз ата емес, Қыдыр атаның қолынан балаларға подарка берейік деп отыр. Біздің мақсатымыз ұлттық құндылықты насихаттау.